Мен білем Қазақстан бюджетіне ақшаны қалай толтыратынын, бірақ оны бәрі де білет. Мен де айта кетейін. Ол біріншіден біздің министрлерді азайту керек, депутаттарды азайту керек. Министрлердің бірнеше замдары бар, оларды азайту керек. Ол замдарын алып тастау керек мүлдем. Сосын мынау таможенный союз дейді ғой, 80% ма 87% ма Ресейге кетеді, соны білесіздер ма? Біздің Харгосаны өтсең, таможняларды не өтеді, соның бүкілі көп проценті сол жаққа кетеді. Таможенный союздан шығу керек. Қаншама ақша біздің бюджетке келеді. Сосын мынау Ассамблея народов Казахстана дейді, түкке керек емес нәрсе. Біз өзіміз Қазақстанда, қазақстандықтар өзіміздің проблемамызды өзіміз шешіп жатырмыз. Көбінесе олар ешқайда кіріспейді, жай жалақы алып отыратын адамдар. Текке соларға қаншама миллиардтар бөлініп жатыр. Сосын мынау партиялар өздерін асырай алатын болу керек. Өздерінің взностарымен өздерінің партияларын мейлі асырасын, бюджеттен бір тиын да алмасын. Өйткені олардың бір тиын пайдасы жоқ. Сол міне қаншама экономика сендерге керек болса. Келісесіздер ме осымен?